Бәріңізге шай, сіздермен казахский тигр жайғасып отырыңыздар. Ал фильмнің атауы «Очень плохая училка». Ал кеттік, біз жайлап бастайық. Алдарыңызда көріп тұрғандай, Элизабет деген мектеп мұғалімі. Бұның жігіті бай екен, сол жаңағы мектептен кетіп, бай жігітіне баратыр. Бай жігіттің үйіне келсе, бай жігіті өзінің үйінде, үлкен үйінде анасымен күтіп отырген. Анасы айтады, сен қаранды жылтырат, сен бізге керек емессің деп Элизабетті қуып шығады. Ол қайтадан мектепке келеді. Мектепке келсе, мен оны қуана қарсы алады. Элизабет қайтадан шығып кетеді, кетші әр дегендей. Лин деген подругасы мектептегі мұғалімнен. Сол екеуі сөйлесіп отырады, осындайда жағдайда. Мынау Рассел физрук мұғалімі, сен маған ұнайсың деп келеді. Сен әлде физруксың ба, сен маған ұнамайсың деп қайтадан шарп салады. Мынау Скотт деген жаңадан мұғалім келген, бұл бай жігіт екен. Оның жолдасының төсі үлкен болыпты, сосын бұл да төсін үлкейтуге дәрігерге барады. Дәрігер айтады, ол $9,000 тұрады деп. Жаңағындай түсіндіреді. Мынау бала мектеп оқушысы, біз алдыңғы жылы мойкада $6,000 тапқанбыз дейді. Жағдай. Сосын мынау да жасайды. Бүкіл еркектерді қызықтырып, өзінің қалтасына ақшасын салып алады. Оны көрген Эни жаңағы директорге айтып қояды бүкілін. Сенде доказательствоң бар ма дейді. Сосын жаңағы қыз жынды қылдыру үшін Элизабет төсін үлкейткісі келетінін айтып әдейі ашуландырады. Ата-ана балама жақсылап қара деп ақша береді. Сосын басқа ата-аналарға да мен сіздің балаларыңызды жақсырақ қараймын деп ақша жинай бастайды. Тусовка кезінде Скотт деген жігіт Элизабетке айтады, мен Эми ұнайды маған деп. Сосын оны ашуланып түсіп, физрукты қарсы алады, екеуі достасып алады, тілін табысады. Мынау жаңағы оқушысы Гаррет деген. Сол жаңағы Чейз деген қызды ұнатады екен, бірақ айтады, сен ол қызды ұнатсаң, сен бұндай дұрыс по-пацански жүр дейді. Сосын мектеп жаңағы жиналысына коллективный тусовкаға барасың ба дейді. Сосын Скотт баратын естіп өтіріктен, я барам деп шығады. Сосын Скотт Эмиға өлеңді арнайы жазады. Оны естіп тұрған Элизабет ашулана түседі, не сұмдық дейді. Сосын Лин айтады, кім мектеп классы жақсы болады, соларға $5,700 береді деп мықты. Сосын балаларын дайындай бастайды сабаққа жақсылап тұрып. Кім дайындалмайды, соны ұрам дейді, лақтырам дейді. Сосын екеуі өзінің отношениясын көрсетіп, әдейі ашуландырып түсіреді. Өтірік білмегенсіп, сұр жылан сияқты. Сосын түсінеді, бұның бәрі бүтік болмайтын. Сосын чиновникпен достасып өтірік план құрайды. Жаңағы ішкізіп, сосын жанындағы заттарын алып, ответтер бар ғой, ответтерін алып алады жаңағы тесттің. Сосын тесттардың ответтерін алған соң Элизабет конкурста жеңеді, $5,700 осы кісіге арнайы береді. Одан ашулана түскен Эми жындана түседі. Әдейі жаңағы аллергиясы бар екен біледі, алмаға не салады, жаңағы шөп. Сосын ауырып қалады. Сосын нелерін ауыстырып атады, парталарын бұзып берші деп неге айтады. Сосын біліп алады, жаңағы тесттің сұрақтарын тауып алған директорға айтады, мен тауып алдым дейді, онда оны наказывать ету керек деп шығады. Сосын Элизабет жаңағы кіммен төсектес болады, оны естиді, оны естіп ашуланады жаңағы Эми. Сосын серуендеп жатқанда жаңағы Чейз деген қызға признаваться етеді, найсын, бүйтесің, сөйтесің деп бәрі күледі жаңағы жігітке. Сосын бюстгальтерін береді, мақтан бәрін көрінше әдейі деп. Сосын мақтана түседі бәрін көрінше, мен де бар деп. Сосын бәрі сен крутойсың брат дейді. Эни түседі, сенің білеміз не істегенді, бүкілін жариялаймын, мен сені паш еткіземін дейді. Чиновникқа фотоларын көрсетемін дейді, жаңағы заявлениені алып алмасаң. Заявлениясын алу келеді, заявлениясын алып кетеді жаңағы чиновник. Өйткені жалаңаш фотолар бар. Сосын жаңағы Эмидің столынан шөп тауып алады. Сосын бұны басқа мектепке жібереді. Сосын жабыса бастайды, бірақ сен маған ұнамайсың дейді. Физрукпен достасады, екеуі пара. Осымен фильміміз аяқталады, завуч болады соңында. Жақсы.